Та-да-да-дам! Мен деген бүгін қонақтарға прям ұнайтын, күшті, сосын оңай жасалатын, тез жасалатын салат дайындаймын. Сол салатты менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең бірінші біз екі ингредиентті кесіп аламыз. Қазір мен помидор черриді төртке бөлемін. Себебі менің помидорым ол кішкене үлкендеу, сондықтан сіздерде кішкентай болса, екіге бөлсеңіздер жетеді. Одан кейін жұмыртқаны екіге бөлеміз. Осы екі ингредиентті дайындап алғаннан кейін заправкасын дайындаймыз. Ол үшін қазір заправкаға керек барлық ингредиентті бір ыдысқа салып, күштетіп араластырып шығамыз. Менде мед салдым, одан кейін оливковое масло салдым. Сол оливковое маслоның үстіне соевый соус қосамын. Соевый соусты қосқаннан кейін мүлдем салатқа тұз қоспаңыздар, потому что соевый соустың дәмі и так ішінде тұзы болғасын, ол кішкене ащылау болады. Лимонный сокты құйдым. Мендегі лимонный сок бұл кәдімгі лимонды сығып алынған, лимонная кислота емес. Содан кейін зернистая горчица. Бұл горчицаны еще французская горчица деп айтады. Терканың кішкентай жағынан лимонның цедрасын 3-4 рет өткізіп жібереміз. Ол да бір салатқа күшті дәм береді. Осының барлығын венчикпен либо вилканың көмегімен күштетіп араластырып алыңыздар. Барлық ингредиенттер бірігуі керек. Енді қазір деген салатты жинаймыз. Ол үшін тарелкаларыңыз үлкен болу керек, потому что тарелканың ортасын қазір біз ашық қалдырамыз. Салатный листьяның бәрін қойып шығамыз. Сосын оның үстіне помидор қоямыз. Помидордан кейін жұмыртқаны қоямыз. Бұл жерде сізге, например, жұмыртқа либо помидор көп болып көрінуі мүмкін, бірақ та артық ингредиент жоқ, сол үшін барлығын қоса беріңіздер. Мини моцарелланы қоямыз жұмыртқаның үстіне, одан кейін маслиныйды қоямыз. Маслиный жақсы көрмейтін адамдар бар, бірақ та бұл салатқа енді қосу керек. Енді заправкамызды құямыз. Мен заправканы жартысынан көбін қостым. Осы салатқа күшті дәм беретін, именно осы соусы, сол үшін аямай құямыз. Енді кедровые орешкиді сеуіп шығамыз. Кедровые орешкиді жеген адам, мне кажется, ол орешкиді прям жей береді, потому что дәмі деген прям күшті оның. Болды. Вот и все, дайындап болды. Енді жеп қарайын қазір дәм. Обалденно. Или мен қарны ашып тұрмын екен дейсіз. Шутка. Просто шикарно. Соус просто идеальный.